Фильмнің сценарийі жазушы киностудияға келді. Менің басыма қызықты сценарий туынды. Оны Қызығвуд киностудиясымен бөліскім келеді, деп киностудиясының басқарушыға айтты. Сіздің сценарийіңіз не туралы екен? Тарихи оқиғалар жанрдағы фильм түсіруге ұсынып жасап жатырмын. Тыңдаңызшы. Фильм мынадай бірінші көріністен ашылады. Ақсақал өз отбасымен және жұртпен бірге тау асу арқылы көшіп бара жатыр. Айналасында тек биік таулардың басы мен қалың қар оранған жоталар ғана көрініп тұр. Түйелердің арқасына арбиған жүктер жүктелген. Отбасы асу арқылы қыстауға көшіп бара жатыр. Боран басталды. Бір жас әйел жүкті еді. Дәл сол жолда ол босана бастады. Не істеу керек? Ақсақал отағасы ретінде ағайындарына түйелерді жүктен босатуға нұсқау беріп жатыр. Түйелерді жерге отырғызып, олардан қоршау құрды. Сосын түйелердің арқасының үстіне қиыз жапқыштарды жабып, төбесі құрды. Іші жылытып, тудыруға дайындалды. Бірнеше сағаттан кейін бала дүниеге келе жатыр. Көшкенде төп болғандықтан бұл бала өмірінде табанды адам болады, деп ақсақал айтты. Уақыт өтті. Бала өсіп кетті. Жасөспірім кезінде ол атты епті шабуға үйренді. Ебедеймен де балалардан ерекшеленеді. Басқа балаларға қарағанда ол барлық ойындарда ең епті болып шықты. Атасы бір кешке әйелімен шүйіркелесінде немересінің басқа жастас балаларға қарағанда бір нәрсе ерекше бар деп айтты. Одан бүркітші шығар деп сезімім. Ауылға ауыртпалы кезең келді. Тым соққыста жұрт жұтап қалды. Көп мал жұт болғандықтан өлді. Құтылу үшін адамдар аң аулаумен айналысты. Өмір сүру салты да өзгеріп кетті. Үй малынан айырылған адамдар жер төлелерге көшіп кетті. Олардың қандалар басқа еш нәрсе қалмады. Олар шын мәнінде қайыршыларға айналды. Содан кейін патша жас ер адамдарды соғыс майданына жұмылуға бұйрық шығарды. Халық патша қарсы ауқымы үлкен көтерілісі бастады. Фильмнің басты кейіпкері өсіп кеткен бүркітші жігіт патша қарсы көтерілісті басқарды. Тоқтаңыздаршы, қандай керемет фильмнің сценарийі. Түсіруді дәл бүгіннен бастаймыз.